Сәбит бәрі керейдің балалары ғой. Сол атасының басында шабандап керейдің бір баласы. Шуайып Сезімхан келіп тұр. Сөзайын білім деп, Шымкенттен Қалижан Білдаш деген. Доларын бастайды. Алла ауыздарына жақсы сөз салсын ауруларына. Oңтүстіктен құс қанат боп, хақысыз қалай айтқан қайран баба
salat dep ешігін десердік пені өмірінде бармаймен деген жерге үш барақты деген айтыстарда айтпаған мен дамық той Түркістанда жүріп тұғын жарық той Қалижан сен көшпеймін деп безінген Қызылжар деген кемен осы танап қой Қызылжар осы айтыс қылмай жүрмейтін Құрбандарлар орыс көп деп күндейтін Қызылжар осы атын керек қоңыр уағын керек уақпен Қоңыратсың ба жатырғауды білмейтін Қызылжар осы ашық жарқын қабағы Қонақ келсе шабылып бір қабады Көшіп келсең жермен қосып үй беріп Төрт түлігін алтын әкеп салады Қызылжар осы сегіз туған кешегі Ақша туған маңдай бағы беседі Ақша бұлты проза болып көшеді Самал желі поэзия болып еседі Қызылжар осы басқа бақыт орнатқан Ұлылардан қалған сүрін жол жатқан Қазақ үшін арыстан жүріп апайтыз Қабелдер мен сәлеңдерді толғатқан Қызылжар осы туған мекен сағуан Атыр көтін атағым мен атынан Қызылжар осы ерек ағам ер жетіп Ұлылардың табыл алған сапынан Қызылжар осы ашық жарқын қабағы Ақын келсе қолдап қимыл салады Алағайын көшпейм деген бұл жаққа бір тыңдайым Қалижандай баланы Монғолияда жүрген бала бағып қойын Біздің енді сөзге құлақ салып қойын Монғолиядан келгенімде қарсылған нағыз қазақ Қалижанды танып қойын Қызылжардан қызылдары алып қойын Сен айтпай-ақ әлем білген халық қойын Өз елімде таныстырмайын өзіме Өзің бала көзімді ашып танып қойын Тоғатындай не болыпты март қойын Жалғаған бетіңізге салық қойын Елдің сырғыласы тұрғанда суығынан ташлайтыным март Көшпеймін деп айтқан сөзім анық қойын Ол бір қатты емес еді қауіп той Көшу емес қазір біздің қазақта Ең бірінші проблема қант қойын Құрбандыққа жарамайды арық қойын Алматыға қуа берме бағып той Монғолиядан келгенімде қарсы алған нағыз Қалижанды танып Оғы біткен қанық қой, шағын атып, отқан бұны шабып қой, Түркістанның тұғырына қона алмай, Алматыға тай тұрған дауын қой. Әнеп шақ аға деген шарық қой, інім сенің немен жүзің жарық қой, жол табудың нан табуды үйреткен, сен әлде де Қалижанды танып қой. Жүрген бала бағып қой, әргініңді есігіңді алып қой. Мәсіп қалсын көңілі бір ағайын, жақсылап бір шапалақты қағып қой. Қызылжардың мейірімді алып қой.
pigir gözden Қазақтың тірі қалмау тірегісің бәрімізге осындай мінез керек біреуге маңдайыңды тіреу үшін әйтпесе шекараның дәл түбіне қасқайтып шатырыңды тігемісің сегіз баламды туған мекен сегіз жұмақ дегеннің біреусің алаштың азаттығын аңсап кеткен мағжанның мән бөлмейтін жыр елісің еркелеп қазақшасын алсын деген еліңнің арманысың тілегісің қызыл жасыл дүниеде қазақ үшін қызылжар сен орныңды білемісің солтүстік қазақстан емессің сен сол жақтан қазақтың жүрегісің айқай өңешінен қыстаған өмір заңы қазақпыз көш бастаған көп ұлдары соның дұрыс шығайып сен еместен әке шешең аман ба тоғылдағы алтайдың ар жағында туған өлең атжалы ата түйе қолындағы шығайып қызылжарда ән салыпты азаттықтың арқасы оның бәрі бұл жерді де жайлайды қалың керей қазақ руханиятының донорлары сондықтан екеумізді бөле қоймас жолақтай жолбарыстың жолындағы сен бала түрленетін болыпсың ғой тоты құстай байлардың торындағы ерманың ертіп жүріп адам қып еді бұл бала сүрген жоқ деп өмірді әлі жамбыға теңегенмен жүгеңізеді жамбыға тигізбедің оғыңды әлі айтыстарды жүргізе бастапсың ғой таптым деген адамдай орынды әні бөрімді әні шұғайыптың тірлігін айта берсем талай қызық болады елімді әлі сен айтыс жүргізем деп армандама барақыңды қырсаңда жолыңдағы шырағым айсы жүргізем деп жүгіңнің басы қайда соғылмады сондықтан ол орнынан дәмеленбе жассың ғой түгендейсің жоғыңды әлі қазақтың қариялары осал емес ойсыранбас олардың орындары тақты беріп қойғанның астындағы бақты бере салмайды қолындағы қызылдың бәрі жетті құзғын үшін ер боп туған жасамас қыздың ісін қолымыздан жем жеген балапансың басады деп ойлама бізді мысың түркістаннан келгені қолымызға жүгін естемедіңіз сіз бұл үшін тойын жасап беріп Моңғолияда түзелсін тоқтатсын деп түз жүрісін бір басын екеу болып бұл имақтың бітіріп берді білген біз дұрысын сөйтіп жүрген баланы көрдіңіз бе қашқақта мына бізден жүз құрысын қызылжарға көш десе көшпедім деп қызылдың төгуде тұз бұрышын айтсызда көздепті жүз көріп жүргізуді мамандық креслода мызғу үшін жүгеңді қазыларға сайлап қойып жақсы емес айтысты қыздырысың мәдени үздік болды сүйде тұра бұл сөзді айтып тұрмын тұздық үшін соншама қатты кетіп не болдының алдамшы дүниенің тізгін үшін
керегіне жақынды қаламы қарамашы жаттай қылып шаба тоқым жерлерде шаппай жүріп бастайсам әрмес айтып қуып кеттің басыңды алып бедің қақтай ұрып айтыс жасап жүкеге көмектестім тағын қалап алған жоқ аттай қылып жұбайымдан қызғанып отырсың ба жүкең үшін отсың ба нақтай кіріп әр жерде әр нәрсенің басын шалып басыңнан жүруші едің бақтайдырып біреудің орнында ей шаруаң бар өзіңнің орныңды таппай жүріп өздіктеуге орның жоқ деп менің қалижан қате болды деп сөккенің кеп сөккенің екеуміздің от салып ортамызға сен мені ермановтан шеттетпедің мен ол жақта жүргенде қызмет жасап сен сонда жұмыс сұрап жетпедің қарамай дипломыңның жоқтығына құжатыңның бергенмін реттеп көбін қатырам деп жұмысқа кіріп алып бәрімізді құлақтан теппедің мен ұйықтамай жүргенде айтыс үшін сен ұйықтап құшастыққа екпеттедің сен бет ашып жүргенде той қуалап мен ашқанмын ораздың мектептерін мен жүкемнің 5 томын беттегенде сен өзге бір бетін беттеп бердің мен жүргенде ағаға дауыс жинап сен дауысымды бермеймін кеткеттедің мен жастарға жүргенде айтыс жасап сен тіпті қазы болып кеп кетпедің мен тер төгіп жүргенде жүкем үшін сен келіп абыройын төкпедің қызмет қылмақ түгілі ермановқа қуылып қызметпен кетпедің жаратып ақын болып ақыл жатырданбыз сол үшін алауларымыз лапылдармыз қалам менен қаламды бағындырған айтайық мүсіретіп қақындармыз қазақтың әйелінің бар болмысын оқып өстік мен осы сұрапылданбыз ғабеңнің арқасында кем болмадық көркем сөз кестенің ойын ақылданбыз аштықтан құтқармақ бет ханы енді түнекте де тамалып тақырданбыз бейімбет егер жау болса мен де жаумын деп талай арыстандай атылған жүз қазақ үшін ажалға қарсы ұмтылған ғабеңді кем көрмейміз батырданбыз туған күні болғанмен еш уақытта өлген күні болмайтын ақындармыз 120 жасқа жеткен ер ғабеңнің еңбегін ел отынан ақындармыз туған күннен қаншалығы алыстасақ рухына соншалық жақындармыз жастықпен қылмайын деп құрғызбалып ғабеңнің теңізіне жүздім барып ертеде есі кеткен бір коммунист сөйлепті әкелгендей жұлдызналып бәріміз ұлтшылдықпен күреспесек деп айтыпты кетеміз құрдымдағы солда ғабең от шығып жанарынан қалың елдің назарын бұрғызданып ұлтшылдықпен күреспей керісінше ұлтсыздықпен күресу керек бізге деп айтты соған жаным жүргізданып үстіп ғабең күресті ұлтсыздармен диагендей ұстап күндіз жарып ал бүгін азаттықтың ақтаңында қазақтықтың қаймағын бұздың нағып қазынағының барлығы қолды болды бәйтеректің басына құзғын барып тілімде тілім болып кетті тіл білмейтін мәңгүрті тізгінді алып ел ғабең бастап бергені сол күресті жеңе алмай келеді әлі біздің халық
dedi. Çiğinlan son konakka çapan jap dep çakırdı şököyüp de yerim dedi. Şököyüp çapan jabat degen kezi aktamadı ümitli senim dedi. Konakka japay özü kiyip aptı kayda dep bere tegin dünya. Әні түрік бір түрлі болып тұрды, бір қарай артқа қарай, бір қадам артқа қарай шегінді де. Адам деген қонақ деп бұл өмірге кигізіп шығарушы келінді де. Хадижан чөкірейіптей сол әкімің жер қылды ұлтымды да елімді де. Алуды қан үйретпей әкіміңе үйретіп қойсаңдаршы беруді де тілің білсін, өйіні бер оқымаған білім дұлсың. Айтыстан соң мен саған шапан-жапан талай-талай ақынды қырып жүрсің. Сен ол әлгі түрікке апарып бен тастамай иығына іліп жүрсің. Шөкейіп құсал өзің киіп алма дәметіп қарап отқан түрің құрсын. Шөкейіп деп ойламай бар қазақты ол түрік бізге қызмет қылып жүрсін. Қазақтай қайсар мінезі қасқалар елдің қонақжа елекеді біліп жүрсін. Қарсылас жатқан кезде күйені көп, сүйіртіп сөйледі ағы сүйегі жоқ. О заманда бұл заман кім ойлапты ақын істеп ақынға тиеді деп. Бәріміз сол жапаннан шыққаннан соң сыйлаймыз қасиетті киелі деп. Мынау маған тапсырма беріп отыр түрінің ойына түйеді деп. Енді мен шапандалып шапқылайым ба шұғайып беріп жүрген сиеді деп. Әзірге сен осында амал қойдыр, амал болса талай ел үйеді деп. Бірақ та ойламаппын шұға сенің бұл сөздерге аузыңды күйеді деп. Сен сонда ойлайсың ба ол түрікті кисе қайтып қазақты сүйеді деп. Шөкейіптің шапанын кимегендер Шұғайыптың шапанын киеді деп айқай аға. Шұғайып алып десе алыпсың ғой, аямай бар өнерді салыпсың ғой. Жұмыстан шыққанымды айтайын мен. Жұмыстан шыққанымды айтайын мен, ақыры табағымды бағыпсың ғой. Мен Алатауда істеп жүрген кезде жүгерге барар жолды тауыпсың ғой. Жұмыста оттан кезде емесінің үйінде оттан кезде барыпсың ғой. Халижанды шығарып орнында басқа біреуді тығайық деп қалыпсың ғой. Шұғайып осыңды елі етем, бұл бала қоңыраттың өгі екен. Кім дамдың орныма аңтанға бер, Шұғайыптың ниеті бөлек екен. Құдай-ау аңтанғанып жүргенімде ол да болса қазіреттей керек екен айқай аға. Ұмтылып сөз айта алмай ұлттан бұрын, сөз бастауын жаман ет жұрттан бұрын. Әжептеуір айтыстың ортасында қарасы әкімді айтып құртқандығын. Алуды емес үйреттеп беруді де сынайтып шөкейіпке сұқтандыным. Ұятқа қалатындай ұлтымызды сынап өнеп жатыр ет сырттаңдымын. Өзінше шапан алдым деп қоясың, сол болып тұрма мен әзір ұтқандығын. Ол түріктен ешқашан ұмытпайды. Киелі бұл өлкеде құтпар болған, өзінше кісінейтін болыпты ғой өзіміздің қорадан шыққан құлын. Сондықтан сескенбей ешқашан да бауырым түрік дейтін ұлттан бүгін. Аға
шығарайық тыға бермей, бетіңді жалған деген шимай тұрған, әлеуметтік айтайық мәселені, әңгімеге ұқсатпай үйде айтылған, халықтың көкейінде мәселе сауал көп қой. Үкімет аса назар бұрмай тұрған, солардың ең бірінші басында тұр. Солардың ішіндегі ең басында егемендік алғалы күнді айтылған, кім екен Петропавлға соншалықты Қызылжар деген атын қимай тұрған. Атауын ауыстырар кезге келсе, тиымдарын салығын тимай тұрған, бұл не қылған бітпейтін әлім жеттік, әлі де айылдарын жимай тұрған, Қызылжарды Мағжанға ұқсатқанмен қазақтың маңдайына сыймай тұрған айғай. Шұғайып қалмайтындай күнә көрмей, шөкейіп не істеп қойды, жасап қойды күнәнендей. Шіреніп шымкент деп сөйлеп қапты, жамандық көрер едің сірәнендей. Шымкент сені осындай топқа салды, құлыныңнан өсіріп құла бердей. Жылған басқа әдіске салдың бәлде, жыланға тыным жоқ деп қыра бермей. Әкім айтып қоймайды әкіреңде, басқасында болып келген куәгердей. Өзекті мәселені қозғағанда, өлеңді саңдарапқа бұра бермей, қайғана Қызылжардың қазағын айт, қайдағы жоқты өлең қыла бермей, шаһардай әл қазақ шатанбаған, шапандап түріктерді қуа бермей, айғаяғы. Ойнамайтын адаммен ойнадың да, солтүстікті жырыңа қоспадым деп сұйылып кетті қалай ойларында. Қызылжар деп әңгімеден бастап едім, сен мен айтқан өлеңге бойладың ба? Қалижан қай жеріңмен тыңдап тұрсың, осындай әдетіңді жоймадың ба? Әлде сен Қызылжар деп ей бағанадан арақтай деп отыр деп ойладың ба? Шымкентті еш кемітпеді, ол өлкеден қарама бөліп мені. Шымкентті жаман деп қашан айттым, жексұрын қып отырсың неғып мені. Мен де қана әкімін айтқан едім, Қалижанның қозды ғой неріптені. Соншама ақтайтындай не көрінді, ашуланып барасың өліптегі. Танысың ол сен өзі тірідей көріп беді. Әлі түрікпе бермей қойған, шапанды саған жауып беріп беді. Қазақтың салы құрған ақыл сенелер айы, қарағайлы қайынды төңірегі, артында сабалтындай сөз қалдырған, сапуанды толғатқан өңір еді. Сәбеңменен қабелдің жалғасындай шаймерденіп еңіреніп елім деді. Желтоқсанда жастардың қырылуы, қазақтың қабырғасын сөгіп еді. Арыстандай атылып Сапуанаға Колбинді тулақтайып керіп еді. Қызылжар сенде тұңғыш қазақ мектеп ашып берген тақ осы елім еді. Солтүстіктің сорайған қарағайы деп қапы өлең жырын төгіп еді. Артында өлмейтіндей сөз қалған Сапуанға сөзбенен мүсін соғып беріп еді. Солтүстік саған келсем қапы айтқан осы сөз ойландырады мені.
suyup görsen. O sağam oygun ömür oraladı, keng daladan kiyedi kiyip görsen. Kıram olup asmanға köterilip, yıldızlop karap dursun biyikten sen. Sararxanı çeçedi suaruğa yenişin tökкен terin jiyip dersen. Kakirбек Salıqovға жараспайма köşelerinin bardığın үйіп берсен. Халқың елдің қалауы орында бар, қалаңдан bir köşеңді қиып берсең айтыста тауың бүгін шағылмаса, онда сен жан болғанын сабырласан. Айтысты түйіндейтін уақыт келді, ағайын жаман жасын бәрін жасам. Тәшеніп солтүстікті сақтап қалды, дара туған болған соң дарындаса. Сол жерге көк көздер жүр көз алартып, қазақтар шартараптан ағылмаса. Мен өлмейден әкелдім атанамды, қалды ғой Қостанайға бауыр баса. Қазақтың қан еді ғой бір ауылен, шекараның шегіне дамылдаса. Қалижан сен де енді қарап қалмай, қолыңнан келгеніңнің бәрін жаса. Абиттің ауылына кел, елі көшкен кәдімгі Шымкентский нарын жаса. Сапуанның адамы жоқ ауылына кеп, ұрпағың өсіп тамырласа. Осы жақтан біреуін тауып алса, әйелін көшпеймін деп бағынбаса. Қысқасы оңтүстікте жата бермей, солтүстікке көшудің қамын жаса. Айтатын жолсыз ғой не түрлі ақыл. Көшсізде мынаудағы көгіп жатыр. Көш деген қасиетті сөз еді ғой, айтып тәттісін кетірді ақыл. Бәрібірден болмайды айналайын, сондықтан олақ сөйлеп опын бақыл. Бұл жақпенен біз жақтың арасына береке бірлік жайлап бекіп жатыр. 30-дан оңтүстіктен солтүстікке ағылып қанша қазақ кетіп жатыр. Солардың солтүстікке сыймағаны сіз тұрған Қостанайда өтіп жатыр. Шымкенттіктер көрдің бе, қазақ үшін аянбай қызыл еңбек етіп жатыр. Қалижан келмеді деп қапаланбас, мен сізде шымкенттіктер жетіп жатыр. Басада жұмысар батылы бар, тістерін көріп жатыр батыры бәр. Шошымайыптың ұқсайды отырысы кәдімгі шабандозға тақымы бар. Бұл заманда іліндер қалмағанын, ағалардың ақылын сақығы бар. Сен енді Петропавлды қоя тұрда, өзіңе сай келетін тақыры бар. Бұлда көшіп келіп Қостанайға, сол жақта әке-шеше жақыны бар. Ауылының атауы Москведе, ақыл бар ма ауылының атымы бар. Сен соны қолға алатын адамсың ғой, сөзіңді жүре бермей сапыры бәр. Осы айтыстан ауылға қайтқаннан соң әкіміңді үйіне шақырып ал, облысты өзіміз реттейміз, сен ауыл мен ауылыңды қатырып алайық. Бастаған істің басын, ол да соңында ұлың жаман іс қылмасын. Екі ауыз елге тілек айтайыншы, Қалижан шаттығынан тыс тұрмасын. Жер бетінде жетпейді қазақ ешкім, басқалар пысқырмаса пысқырмасын. Әлі жылап келеді алдымызға, мейлі сені сыртыңнан мысқылдасын. Жараққан жердің бетін тату қылып, әлділер әлсіздерге күш қылмасын. Көрші отқан айылында ақырмасын, айдақарда от шашып ысқырмасын.
Mendeki arman dilek osu ana. Meyli kanca daireye düşsün basın. Kızılcağın el yurdu aman bolsun. Eşkaşan başarılı düşsün basın. Eğer kazak sizleri kusup toylay versen 300 gün ülgü olgan 3 tulgasına yıkayak. Çırlar kızıl otday şarkıp begen, tili var adırnaday tartıp begen. İstese bu örgedip jatır koydum, maqtasa mesut bolan balkıp denem. Al şu ayıp aman bol körskençe maqsadına jetiver bardık degen. Aytsa bir söz arı bir söz verip tatımlası tarkayıp tertip benen. Özünüze adamın sağan herkes ayrılayın, ağan mındililerden çaldık degen. Özünün tepbeysin, özünün koy elinde alga karay tartıp bilim. Kiyirinizde osu bala, osu koştum, kapıp gitmeseken dep korkup bilim. Yerim jerim tilim dep küyüp жүрген ardında ilim var dep şalkıp bilim. Sündürülgen anamın deputattan şu ayıptın bir basını artık göremay hayaka. Yaxşı, adamın ayıptın burası oslayı oldu. O ayıptın Alican'ın arasında tekertiriz. Hazır alkansa, Asbay, Vapkön, tayınlalıp bağa verimizdir. Her sözgü memle kaysı nedin, artık kepti nedin kem çıkmadı degendey. Bu sayısını bastağın, bir canında olduran Şuvay Sezimhan, Almatı, 8, 9. Alican Bıktaşıp Arcam'da oturgan 9, 8, 8. Yardım yazımızda bir uğurlu mu? Ben basın basalım mı?